Қадір деген бұл тағдыр деген сөз. Осы түнде, енді кейбір жігіттер бар, осы түнде ұйықтамау керек екенін біледі да, осы түнде ұйықтамау керек дейді да, азанға шейін қарағатын ойнап шығады. Или күзірайт ойнап шығады, шынымен ғой. Не телефон шығып кино көріп шығады. Бірақ бастысы осы түнде ұйықтамау керек екен деп айтады. Бірақ қазір дұрысталып қалдық. Бұл бұрын сондай еді. Бұл қадір деген нәрсе, тағдыр деген нәрсе. Осы түнде Алла Тағала адамдардың тағдырын жазады. Келер бір жылдың тағдырын жазады. Сонда Алла Тағала ол күнге дейін адамдардың тағдырын білмеген ба? Білген. Осы күні періштелерге хабар береді. Осы түн тағдыр жазылады. Кімге қалай жазылады? Осы түнде адамдар тұрып не сұрайды, солай жазылады. Осы түн тағдыр жазылатын қадір түнінде келер бір жылыңызға сіз береке сұрап ала аласыз Құдайдан. Осыны айтады. Қадір деген сөздің бірінші мағынасы тағдыр деген сөз. Тағдыр жазылатын түн. Екіншісі осы ғана кішкене уақыт сенің тағдырыңды өзгертетін уақыттың қадірін біл деген.